тәртіп сақшылары бір тәулік ішінде 80-нен астам құқық бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде жол ережесін бұзу, түнгі тыныштықты сақтамау сияқты деректер тіркелген. Полицейлер көшелерде және қоғамдық орындарда тәртіп пен қауіпсіздікті күшейту мақсатында тәулік бойы қызмет етуде. Қазір тәртіп сақшыларымен рейдте жүрген жаңаөзендік әріптесім Райымгүл Махамбетова бізбен тікелей байланысқа қосылды. Әріптес, жаңаөзенде құқық бұзушылық бе? Қайырлы күн, студия, қайырлы күн әріптес. Жаңаөзен қаласында құқық тәртіп профилактикалық іс-шарасы басталды. Іс-шара аясында патрульдік полиция ротасынан бөлек Жаңаөзен қаласының барлық жеке құрамы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында күшейтілген бағытта жұмыс атқарып жатыр. Негізгі бағыт қылмыстың алдын алу. Қазір таңда Жаңаөзен қаласының полиция басқармасының патрульдік полиция ротасының командирі Бағлан Дандыбаев мырза менің қасымда тұр. Бағлан мырза, ең көп кездесетін құқық қандай? Қазір көлік құралын басқару кезінде қауіпсіздікке деген бақылау және де шұғыл телефон қолдану және де көлік құралын машина басқару қазір жұмыс тұрған. Осы бағыттарда жұмыстанып жатыр. 24-7 патрульдік полиция ротасы 24-7 қызмет атқарудамыз. Сенбі жұма күндері күшейтілген видео қызмет атқарамыз. Осы қазір қауіпсіздік жол 11-ші сәуірге дейін бар. Осы уақытта көлік құралын басқару тек қана патрульдік ротасына байланысты емес, жүргізушілерге де байланысты қауіпсіздікті сақтау керек. Жасөспірімдер 18-ге толмаған жасөспірім балалар автобусты айырып кетеді. Ол уақытта да жұмыстанудамыз қазір таңда. Судья, біз құқық тәртіп бойынша Жаңаөзен қаласында атқарылған жұмыстар бойынша бүгін қорытынды жаңалықтан толығырақ беретін боламыз. Бізге әзірге ақпарат ету. Әріптес, ақпаратыңызға рахмет. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.